Ұтыс жасап тарататын кәдені, бірі айтқанын орындап, бірі ұмытқан уәдені. Енді бірі билікті жамандап, бір креслодан дәмелі. Кейбіреуі ақысына пост жазып, айтақпенен айтылатын сәлемі. Арасында ақша жинап үй беріп мұқтаждардан алғыс алған бар еді, қысқасы блогерлер туралы. Әңгімемнің әлқиссасы осы еді әуелі. Әлеуметтік желілерді ашып қалсаң, Инстаграмда лайықты болам деп айыпты болатын лайк құмарлар, ТикТокта ректен шығам деп шектен шығатын хайп құмарлар, Фейсбукте сөзіне жауап бере алмайтын тайып тұрарлар көп. Олардың арасында ұлтына шын жанашитын, құндылықтарды ұлықтап салт дәстүрді дәріптейтін, тілін көтермелеп дінін түзеп, саясатты сапал сараптайтын саналылар бар, бірақ саусақпен санарлық болғасын көрінбей қалып жатады. Бірақ былтырдан бері блогерлердің әлеміне біраз назар ауып, арнайы заңда қабылданды. Әжептәуір міндетпен жауапкершілік жүктелді. Жалған ақпарат таратқандардың жазасы, салық органдарының алдындағы парызы, жарнамалық контенттің арнайы белгісі нақтыланды. Тек бір өкініштісі, тапсырыспен пост жазатын, сатылатын блогерлерді жазалау пункті енбей қапты да. Әйтпесе бақ кеңістігіндегі осы аптада болған шуда 50 мың теңге үшін заказбен күйе жаққандардың көбі жауапқа тартылар еді. Ол заңға да қолымыз жетер бір күні. Бүгінгі айтпағымыз, осы қабылданып жатқан баптардың бәрін блогерлердің өзі қалай қабылдайды? Заң шығып, не өзгерді? Киген киімі бренд, әрбірісі тренд, қарындары тоқ, паспортында мөрі басатын орын жоқ. Сән салтанат өмірін көрсететін блогерлердің жағдайына жұрт қызыға қарайды, ал ол қарапайым халыққа теріс әсер ететін көрінеді. Сондықтан Таиландтағы желі қолданушыларына бағалы зат, қымбат көлік, таққан әшекей бұйымдарын көрсетуге болмайды екен. Ал енді билік өкілдері бұл ережені Қазақстанға енгізсек деп отыр. Мақтанбай, керісінше мотивациялық, бағыт бағдары беріп, міне, егер де сен осыны жасайтын болсаң, осыны оқысан, немесе осылай істейтін болсаң, сен де осындай дәрежеге жетесің деп көрсетуге болса, ол рұқсат. Ал енді ол жайдан жай алып, мен мынандай брендовый киім алдым, 5 миллионға алдым, 3 миллионға алдым, бүйттім, сөйттім, күйеуім сыйлады, шуба сыйлады деген ол дұрыс емес. Оның өзі мынау экранның ар жағында отырған адамның психологиясын бұзады, санасын бұзады. 3 миллионға жуық оқырманы бар танымал блогер Жанерке Елшінмен тілдестік. Ауылдың қарапайым қара қызы маңдай терінің арқасында бүгінде парақшасы хит, жүрген жері VIP. Мақсатым дәл сол мотивацияны беру дейді. Оның айтуынша оқырман жай қызығып қарап отыра берсе, түкті өзгермейді. Ол адамның оқымағандығы, білмегенді қараңғылығы деп ойлаймын. Себебі аспаннан ақша жауды деген болмайды. Біз мына жақта көрсететін шығармыз, осылай үй алып жатырық, осылай көлік алып жатырық деп, оның барлығы біз аяғымызды көтеріп, салбыратып жатқаннан алмаппыз, аузыма түс деп еш жақтан түскен жоқ. Онсыз да бұл өмірде негатив көп болып жатыр, адамдар одан шаршайды. Сондықтан да біз бір жарқын өмірімізді көрсетіп жатсақ, бір керемет кештерді көрсетіп жатсақ, біз қарапайым халыққа мотивация береміз деп ойлаймын. Былтыр қабылданған блогерлер туралы заң бар. Оған сәйкес әлеу желіден табыс табатын жандар кәсіпкер ретінде тіркеліп, салық төлеуге тиіс. Айтылды, орындалды. Заң жұмыс істеп тұр. 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанда кәсіпкер ретінде 400-ден астам блогер тіркелген. Олардан бюджетке 210 миллион теңге пайда түсіпті. Бұл біріншіден блогер кәсіпкер ретінде тіркелу кезінде өзінің таңдаған салық режиміне байланысты салықтық мөлшерлеме бойынша есептеп, оны төлеу жұмыстарын жүзеге асырады. Бірақ айта кету керек, бұл жерде ең тиімді салық режимі ол арнаулы мобильді қосымшаны пайдалану арқылы арнаулы салық режимі болып табылады. Онда кірістің 1% көлемінде салық төлеу міндеті туындайды. Әлеуметтік желі арқылы кәсібін дөңгелетіп отырған блогерлер салықтан қашпайды, алайда өз өмірімізді паш етуге не үшін бізге тыйым салу керек деп қайдай тулады. Бірақ мен жақсы пәтерде жүремін, жақсы көлікті теуіп жүремін, шетелге бір айда бір рет қыдырып жүремін, енді оны қалай көрсетпейсің, ол сенің өмірің ғой. Мен салықты төлесем, сендердің ісіңіз неде? Сіздерге бәрібір болу керек. Қазақстандық әр азамат өзінің байлығын неге көрсетпеске? Мұны заңгер айтты. Кез келген адамның өз өмірін көрсетуге шектеу қою дұрыс емес дейді. Адамның өзінің қандай деңгейде өмір сүріп жатқанын көрсету заңға қарама-қайшы емес. Егер саралау нәтижесінде
сондай шешім келетін болса, бізде де жаңағы заң бойынша ол жаңағы шектелу болуы мүмкін. Бірақ та менің ойымша бізде ата-баба заңымыз бар. Ата-бабамыздың конституциялық заңында ондай нәрселер көрсетілмеген. Ол үшін конституциялық заңды өзгеріс жүргізу керек. Біз ата-баба заңымызды олай жаңағы немесе Черновик ретінде тобылай өзгерте алмаймыз. Жоғарыдағы заңда жалған ақпараттың да жазасы қарастырылған, шындыққа жанаспайтын, елді адастыратын фейк мағлұмат жариялаған блогер жауапқа тартылады. Ал жарнама мақсатында желіге қандай да бір контент жүктесе, оның арнайы белгісі болуы шарт. Яғни постқа жарнама, жарнамалық материал, серіктестік материал немесе демеуші төлет деген ен салынуы керек. Ал Балиде жатып балқыған, Шарм-эль-Шейхте шалқыған, Таиландта жүріп талтаңдап Мальдив суына малтыған суреттерін салуға тыйым салына ма, жоқ па әзірге белгісіз. Барлығы уақыт еншісінде. Бірақ бұл шектеуге көпшілік қарсы. Қуат Құдайберген, Айна.